Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Бүгін беттің терең әжімін тартып бірден нәтиже беретін, лифтинг эффект беретін керемет масканы үй жағдайында жасаймыз. Бұл маскаге бізге қажет болады жұмыртқа. Жұмыртқаның сарысын аламыз ханымдар. Ең алдымен ыдысымызға сарысы мен ағын бөліп аламыз. Ағын тастамаңыздар. Жұмыртқаның ағынан жасалынатын керемет маска рецептінің төменге сілтемесін қалдырамын. Сол бойынша бетіңізге маска жасасаңыз болады. Бүгін бізге жұмыртқаның сарысы қажет болады. Жұмыртқа білесіздер, бізге өте керемет витаминдерге бай, бетімізге лифтинг эффект береді, оны жұмсартады, ағартады, нәлендіреді. Бетке қажетті барлық витаминдер тоғысқан. Ал екінші бізге майсана майы, касторовый масло қажет болады. Касторовый масло ханымдар, ол біздің бетімізді ағартады, нәлендіреді. Именно осы терең әжімдердің жазылуына жақсы жұмыс жасайды. Одан бір жарты шай қасықтай қосамыз. Ал үшінші бізге күріш ұны қажет болады. Егер күріш ұны жоқ болатын болса, күрішті кофемолкада майдалап алсаңыздар болады. Немесе кәдімгі күрішті суға пісіріп, немесе сүтке пісіріп кашасын қолдансаңыздар болады. Бізге бір шай қасықтай қажет болады. Бізде осындай масса шығу керек маскамыз. Енді бұл масканы қалай жағамыз? Ең бірінші видеодағыдай көз айналасына носогубный складкаге және екі қастың ортасына әжім бар жерлерге жағып 20 минуттай жатамыз. Жату керек ханымдар, тұрып жүрмеңіздер ол маскадан кейін. Одан кейін барып жуып тастаймыз да. Біз акцентті терең әжімге қойдық қой, енді тағы да қайтарып бірден барлық бетімізге бұл масканы жағып шығамыз. Яғни екінші қайтара біз жағылмаған жерлерге, жаққан жерлердің барлығын қосып жағып, тағы да 15 минуттай ұстаймыз. Одан кейін жылы суда жуып тастаймыз ханымдар. Бұл маскадан кейін міндетті түрде крем жағуды ұмытпаңыздар. Лифтинг эффект беретін болғандықтан бетті кәдімгідей тартып қояды. Соның салдарынан кішкене қорғауы мүмкін. Сондықтан бұл масканы жағып болғаннан кейін, жуып болғаннан кейін міндетті түрде крем қолданамыз. Аптада бір рет, бір ай курс жасаймыз. Бір жасағаннан нәтижесін байқайсыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер ханымдар. Сізге қалай әсер етті, менің қандай маскаларым сізге ұнайды, төменде комментарий бөліміне жазып кетіңіздер, және алдағы уақытта қандай проблемаға маска күтесіздер, оны да жазып кетіңіздер. Және каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен Фируза Мырзаева.